Ассалаумағалейкум баршаңызға. Массачусетс штатынан Бостон қаласының орталығынан 15 мильдік жерде орналасқан Уэстон деген қалашық. Мына қара түсті тіркеме ақ түске айланып бара тұрған мына тұз ғой, тұз. Тұз жолға себетін тұз. Жууға мүмкіншілік болмай жатыр, уақыт болмай жатыр. Уақыт болғанда да мына жуатын мекеме болмай жатыр. Мында келгеніме 10 минут болды. Сағат 2:33. Бүгін бізде дүйсенбі 5 қаңтар. Мына жеке тұтынушының көлігі осы жерден 2 минуттық жерде тұрады екен. Қоңырау шалып келе жатырмын, көлігімді алып кетемін деп хабарласқанымда со өзі дереу айтқан со. Сен менің үйіме келе алмайсың. Осындай жерде мынандай бір тұрақ бар. Осында кел. Бұның өзі де мәз емес негізі. Мынаяққа. Ана жақтан. Ар жақтағы көшеден кіріп келдім ғой. Кіріп келгенде де андай болды. Нет. Алдымен енді кіріп келмеймін ба? Кіріп келсем енді мынаяқта ар жағында, арт жақта бұрылатын орын болмай. Бағым жанып, ар жақта не бар екен андай бір карьер секілді. Карьер дегенде андай шағал, тас, пас, құм, түрлі сондай топырақтан, тастан жасалған заттарды сататын бір мекеме бар екен. Солардың ішіне кіріп кетіп, сөйға кіріп кетіп, бұрылып ағасың ғой. Әйтпесе бұрылып атқан кезде бар ойым андай еді, мынаяқтан шығып кететін жолы болмаған жағдайда. Енді болмай тұр ғой, енді оны біліп тұрмын ғой, сол Google Map'тан қарап ше. Артпен шыға салам деп ойлағам ғой. Сонымен сол бағым жанып ана жақта сол мекеме болып, ішіне кіріп кетіп, кеңдеу бір алаңы бар екен, сол жерден бұрылып ағасың ғой. Бұл көлік Калифорния штатына Пало-Альто қаласына барады. Шақа көшіп баратыр екен. Мұнда 50-55 миль бос айдап келгем. Біртіндеп көліктерді жинап жатырмын ғой. 4 көлік бір жерден шығады. Бірақ олар ертең түсте дайын болады екен. Ана орнына түсті. Тұрақ тежегіші, паркинг. Терезесін сәл ашып қоямыз да. Сәл ашып қоятын себебі мана ішінде қысым пайда болмасын деп қой. Арт жағындағы терезесіне тас-пас анау ұшып тиіп атқан жағдайда сәл де болсын ішінде андай қысым секілді болмай, сәл де болсын мана жеңіл тиетін дейді. Іші қатты қысым пайда болып тұрса, сәл тигеннің тастың өзі шағып жіберу мүмкін да терезенің. Енді біздің ойымыз бойынша енді оған ешқандай дәлел жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді өзіміздің ойымыз бойынша сондай бір шешімге келгенбіз ғой кезінде. Білмеймін енді. Біраз жағдайлар болған негізі андай артқы терезе шағылып қалады. Артпен тұрған, әсіресе артпен тұрған көліктердің алдыңғы терезесіне тисе, былай ұшып кетеді ғой енді, бүйтіп тас
тас анау мынау тисе бүйтіп кетіп қалады да, ар жағы бүйтіп тіке болып тұрғаннан кейін морт кетеді да, былай айтқанда. Осындай жағдайлар. Сол мына Массачусетс штатынан бір көлік қазірге бары. Тағы да 3 көлік Коннектикут штатында, о негізі алыста бұл жақтан. Келесі штат қой. Бұл жақтан қазір сол барып алып кете берем. Сосын Нью-Хэмпширда 4 көлік. Бастапқы жүгіміз сол Нью-Хэмпширдан алынған, бірақ олар сол ертеңге деп келісіп алынған екен да, сол ертең азанға деп келісіп алынған еді. Сонымен диспетчер көліктерді алған соң қоңырау шалып, сол көліктерді алатын жерге хабарласқан соң олар айтыпты, ертең 12-1-лерге түсте таман кеңдер деп ше, түске таман азанда дайын болмайды ау деп. Сол енді қазір Коннектикутқа ары қарай 150 миль ма, сондай 140 миль ма. Сонымен ұяға барып 3 көлікті жинап, бүгін үлгірсем үлгірдім, үлгірмесем ертең азанда алып кетем да. Сонымен кері қайту керек болады осы жақтарға қарай. Ана Нью-Хэмпширге, Манчестер деген жерге баратын арақашықтық тура мына жерден 60 мильдік жерде ғой. 50-60 мильдік жерде. Ал ана жақтан Коннектикуттан одан беттер алыс болып кетейін деп тұр ғой. Бір 160 па, 180 ба миль болайын деп кетіп тұр ғой. Жинауға біраз миль кетейін деп тұр ғой бұл жолы. Қазірше 4-8 көлік қой. 9-шы көлікті де тауы керек. 9 көлік сият дегем негізі. Ана ертең алатын көліктер 4 Toyota Tacoma да. Мынаны жаймен бүйтіп жинап қоямыз. Ауа райы суық, кәдімгідей минус болып тұр. Бүгін азаннан бері кәдімгідей суық. Кеше алдың күндерден бері сол минуста жүрмін ғой. Минус ауа райы. Аяз. Мынаяқтарда жаман суық болады негізі қыстың кездерінде. Сондай жағдайлар. Сағат 7:26 болып кетті. Коннектикут штатында жүрмін ғой, Коннектикут. Мынандай джип Grand Cherokee-ді алып жүктеп жатырмын. Жеке тұтынушылардан алғам. Әкесі мен қызы кеп тапсырып кетті ғой көлікті. Үйге барамайсың деп бұлар да сол Walmartқа шақырған. Әдем болды. Бүгіндікке осымен бітті көліктерді жинау процесі. Осы жерден 20 мильдік жерде 4-ші көлік алып кетем ертең. Ол аукцион болған соң бүгін 4-ке дейін ғана істеген. Сол жұмыс уақытысы 9-дан 4-ке дейін екен. Мынандай Jeep Grand Cherokee ғой. Коннектикут. Constitution State дейді. Constitution State. Конституцияның штаты. Бірақ ішін толтырып тастапты ше. Ішін кәдімгідей толтырып тастапты. Жақсы төлеп жатыр бірақ. Үндемей ақ қойдым. Бірақ сонда да айттым, бірді бәле жоғалатын болса, терезе шағылатын болса, біреу ұрылар со заттарды көріп ұрлыққа түсетін болса, мен жауапты емеспін деп. Сондай айтып қоямыз да. Toyota Sienna, астыда Toyota Prius
17 жылға. Осы 3 көлік бүгіндікке. Мен қазір мына жерде ма, немесе басқа жерден ба бір орын тауып, тоқтап ұйықтау керек. Мына жерге қоямын. Мына жерде зор орын тұр екенші. Мына Шелдон деген қалашық, Шелдон. Осындай жағдайлар. Со 9 көлік болды ғой. Тағы да бір көлік, со 9-шы көлік табылды, ол Манчестерде, Нью-Хэмпширде. Ертең 4 көлік алатын қалашықты. Ертең соны барып алып кетем де, мен ең соңында 4 көлікті барып алып кетем ғой, құдай қаласа.